Достар, ассалаумағалейкум, здравствуйте, гуддай, нихау, мараба, гамарджоба, гуддинтах. Бұл NNN шоу. Біз бастаймыз! Шоуымыздың бүгінгі қонағы ең танымал блогер, тиктокер, інім бауырым Олжасхан. Олжасхан, сен неден қорқатын сұрадық таныстарынан? Айтты, тауықтан қорқады екен дейді. Ойланбайсың ба? Бисмилlah. Мама, блин. Уақыт кетті. Блин. Мына аппараттың аты енді өтірік соқпаш деп аталады. Егер өтірік айтсаң, бірден біліп қояды. Інің тауықты шынымен ұрасың ба? Шынай ұрам. Қызың сені лақтырып кеткен рас па? Рас. Добрый көзі ше. Уж көзіне білуге болады. Ақша сенде. Сен ші маған кайфанеш. Вай, дерзкий осы. Базар. Қош келдің бауырым. Қош көрдік. Настрой керемет сияқты ғой. Тема. Тема. Көңіл-күй қалай? Тема. Алматы арена, Алматы. Тема. Бәрі жақсы ғой, тема. Күшті екен. Біздің шоуда бәріне дайын болу керексің. Біліп тұрсың ғой. Не болатынын білмей. Қорқудың қажеті жоқ. Бұл саған Мерседес банан айдау емес. Спокойно. Кәм айдайсың, кетесің, оңай. Барлығы болады. Дұрыс қой? Дұрыс. Болды онда. Ең бастысы маскасыз, бет-пердесі шынайы, артық емес. Ендеше бірінші кезеңге өтейік. Олжасхан, сен неден қорқатын сұрадық таныстарынан? Айтты, тауықтан қорқады екен дейді. Бірақ қорқса да білдіртпейді екен деп айтты. Жужаннан ба? Тауық. Қорқпайсың ба? Кім айтқан біліп тұрсың да кімден қорқады деген. Оны алдағы уақытта анықтайтын боламыз. Бірақ сынақтан құтылып кетуіңе болады. Ол үшін дұрыс жауап беру керексің. Дайынсың ба? Дайынбыз. Ал ендеше, кеттік. Кішігірім түсіндіріп өтейін. Қазір сұрақ қоям. 6 сұрақ. Дұрыс жауап берсең, осы 6 шелектің біреуін таңдап, сенің алдыңа төгетін боламыз. Дұрыс жауап берсең, ештеңе жоқ. Хорошо. Дайынсың ғой? Иә. Ал ендеше, бірінші сұрақ. Павлодардан шыққан атақты режиссер. Анда А, Б, В деген жоқ па не? Только 6 ғана бар болды. Жоқ. Варианттар жоқ па? Мен білмеймін онда. Білмейсің ба? Сен Павлодар емессің ба негізі? Павлодар ма? Режиссер араласпаймын. Шәкен. Айманов. Все. Таңда, қай шелекті құятын боламыз? Дұрыс емес жауап таптың? Ана тұрған, мына жақтан 5-ші. 5-ші. Осы ғой? Иә. Бетімен қоясыңдар ма? Иә. Или мынаны алдына ма? Ал, қазір көреміз. Ойланбайсың ба? Жоқ. Онда көрейік ал онда. Артқа кетуге болмай ма не? Жоқ. Енді былай. Қазір артқа кетсең, тағы шелек құятын боламыз. Сұрақсыз. Түсінікті ғой? Сен сұрақтар тез қойсай. Давай, кетті. Тез қойын ба? Көзің жұмып тұр. Ашасың сосын. Бисмилlah. Айсо. Мама, блин. Уақыт кетті. Әкет мұнаны, әкет родной, шағып алмасын мынау. Көзімді ашпаймын, айта бер. Ашып қара. Білем, жыланып тұр ғой. Мұрныңа келіп жатыр. Кетсінші. Аузыңа келді. Айтсайшы, тез сұрақ қойсайшы. Жоқ, 15 секунд қой. Уақыт бітті, болды. Алсаң болады басыңды. Блин. Бірінші сынақтан өттің. Ой, сақтасын. Ала берсең болады. Қасымен егіз жалындашы мен. Мен очандай. Несі, тауықта келу керек еді. Сөйген бір келгенде. Келесі сұрақ оңай. Қазақстан неше мемлекетпен шекараласады? Шекараласады? 4-еу. Соңғы әрі нақты жауабым ба? Тоқта. 5-еу. 5-еу, айтып шық. Айтып шығу керек па? Иә. Алдында ғана айтып отқанбыз бар ғой. Оңай емес па? Иә, оңай. 5-еу дейсайшы? Мен точно айта алмаймын қазір просто. Жобалап айтып көрші енді. 5-еу екенде сендісің ба негізі? Иә. 5-еу ме 4-еу ме соның біреуі? Точно, нақты жауабың соңғы 4-5-еу. Қайынша? 4-5-еу дейікші. Бірден 5-еу дейзе мадың мұнда? 5-еу жарайды. 5-еу. Болды. Иә. Ал, құрметті достар. Соңғы жауабың ғой, иә? Қазақстан неше мемлекетпен шекараласады? Өте дұрыс жауап 5 мемлекет. Бәсе, алдында ғана айтып отқанбыз біз. Ары қарай кеттік онда. Үшінші сұрақ. Абайдың неше қара сөзі бар? 45. Қанша? 45. Соңғы ма? Конечно. Кім білмейді оны? Дұрыс жауап. 45 қара сөзі бар. Ары қарай кеттік. Күйеуге тартылатын мүше берілетін. Күйеуге? Иә. Күйеу балаға.
Күйеу балаға тартылатын мүше. Иә. Сыйға тартылатын. Кім тартады? Тартылады Кімнен деген берілетін? ұсынатын, мысалы, қонаққа келгенде күйеу балаға берілетін тамақтың қай бөлігі, мысалы? Не, сұрақты қисық қойып тұрсың сен Нұрдәулет. Қисық? Иә. Онда түзеліп ал. Тағы да бастап қойық сұрақты. Күйеу балаға берілетін ас болып қай мүше тамақта? Адамдық емес қой, точно мүше. Жоқ, біліп тұрмын ғой. А? Қазір қонаққа келгенде ас, мал. Күйеу балаға берілетін, не береді? Оңай ғой, күйеу бала болмағасын бәрі. Болмаған ғой, мен қайдан білемін. Онда Басқа сұрақ жоқ па андай? басқа сұрақ бар. Я сонда қойсай. Бірдің бесеуін таңдайсың тағы да. Тағы ма? Иә. Үйлену керек еді. А? Үйлену керек еді деймін. Болды ма? Иә. Дұрыс жауап жоқ. Тоқта айтсайын да өтірік наугад Айтам. болса да, может шын болып қалады. Айт. Сонымен жауап Ол қандай мал? өгіз. Бұқа. Қой ғой енді басқа. Қой. Бас дей салайыншы. Бас, болды. Жауап күйеуге тартылатын ас ретінде. Төс, дұрыс емес жауап. Төс ғой, төс беріледі. Сұрақты өзі қисық қойып тұр негізі. Сөйлеп бердім ғой, өзім дұрыс жауап бермедім. Давайте. Шелек таңдаймыз. Әлейін. Жаңағы қайтадан таңдай салайыншы. Шақпай деген Қайсысы? жыланды. Жоқ, болмайды. Болмай ма? 1, 2, 3, 4, 5. Ал соңғысы. Соңғысы. Омай. Ары қарай төксей біраз. Нұрдәулет, Соңғы ма, ойланбайсың ба? Ойланып көрсей. ойланайын ба? Сен мені аяп айтып тұрсың ба или андай? Білмеймін. Сарказм. Бағана да үйлесіп айтқам жыланда да. Бір андай несі жоқ па? Ананы таңдашы айт. Аны ма? Иә. Болды, осыны андай онда. Жоқ, ана. Не болды қорық? Иә. Кетті. Мен вообще андай жыбырлаған нәрсе жек көрем бар ғой андай. Негізі ауыстырған дұрыс болыпты, көрейік ал. 1, 2 көзін жұмамыз. Тышқан ба? Я қорқып кетесің тышқаннан, иә? Кім қорқады? Уақыт кетті. Не? Спринтерлар. Тілеужан жақсы көретін жануар жүр ғой. Жақсы көретін. Уақыт бітті. Онда болды, шыға берсең болады. Кетей. Болды. Алып кетсеңіздер болады. Екі сынақтан өттің, ары қарай жалғастырамыз. Қай уақытта «я» деп жауап бере алмайсың? Қай уақытта? «Я» деп жауап бере алмайсың? Жауабы «я» болмаса? Логика. Жоқ, қай уақытта, қай сәтте «я» деп жауап бере алмайсың? Ұйықтап жатқанда? Соңғы жауабың ба? Тоқта. «Я» деп жауап бере алмайсың емес? Қай уақытта? Подсказка жоқ па? Подсказка жоқ, давай, уақыт аз қалды бұл. Давай, солай болсын. Ұйықтап жатқан кезде? Енді «я» деп қай уақытта? Саған қарсы логикалық сұрақ, қай уақытта «я» деп жауап бере алмайсың? Логикалық оңай сұрақ қой. Саған оңай да жауабын біліп тұрсың ғой. Жоқ, мен өзім білмеймін жауабын, енді оғадым. Білмейтін едім, әпсі жеріне жер тұрсан. Басқаша ойланып көрші тағы да, қалай? Қай уақытта «я» деп жауап бере алмайсың? Онда не қойып берсейші былай, варианттар болмай ма? Жоқ, варианттар жоқ. Ұйықтап жатқанда десайықшы. Ұйықтап жатқанда? Онда жауабы ұйықтап жатқан кезде. Әрине дұрыс. Ұйықтап жатқан кезде «я» деп жауап бере алмайсың. Қойшы? Иә. Дұрыс қой, логикалық сұрақ қой, я қиналып. Өтірік айтып салғам негізі. Келесі сұрақ. Басым істейді екен ғой мен. Астана қай жылы Астана мәртебесін алды? Астана ма? Бұрыннан шығар. Жылын айту керек па? Жылын айту керек. Бұрыннан екен білем. 1991. Точно білмеймін. Білмейсің? Дұрыс емес жауап берді. Қате жауап 1997 жыл. 91. Білмейсің, дұрыс емес жауап болған. Білмеді. Оған дейін қандай болды аты? Ақмола болды. Ақмола. Кетті. Қай шелек төгеміз? Анау. Анау ма? Иә. Ойланбайсың ба? Ал? Ойланбайсың ба? Ойланбаймын, осы жол именно ойлан. Именно ойланбаймын. Мен айттым енді, өзі. Надан точно қорқасың сен. Қоя. Иә. Бір. Тоқташы, тостыршы. Ойланасың бәлде? Ойланайын ба? Жоқ, болды, ойланбайсың. Бір. Ар жаққа төкші, пожалуйста. 2, 3. Бәле, паук па? Уақыт жетті. Кет. Адам қорқпаймын мен негізі. Негіз қорқпайсың ба? Қазір келе жатыр қара. Кесей? Жоқ, бұлар тиіспейді ғой. Таранты ма? Шақсы да ауыртпайды негіз, қазір қосып тұрған кезде екен просто. Негіз көп қуалайын іздедік та. Уақыт болды ма? Уақыт болды. Сөйді. Болды, шықсаң болады.
Керемет. Бұл енді бастамасы ғана. Келесі кезеңге дайынсың ба? Дайынбыз, смело. Кеттік па? Ал ендеше келесі кезеңге өтейік. Олжасхан, мына аппараттың аты енді өтірік соқпаш деп аталады. Егер өтірік айтсаң, бірден біліп қояды. Сондықтан да енді сені бәрі қарапайым, керемет, шынайы дейді ғой. Оқырмандарға өтірікші болып қалғың келмесе, барынша шындық айт. Айтамын ғой. Келістік қой? Смело. Келістік болса, келістік онда. Бәрі смело. Ескерту, бірақ саған қойған сұрақтардың ішінде күмәнді жауап көрсем, мен сол сұрақтың жауабын рас өтірігін сұрауға қақым бар. Сондықтан да ол сұрақтың да жауабын білме десең, оқырмандардың білгенін қаламасаң, Шынайы жауап бер. шынайы жауап бер. Кеттік. Ендеше кеттік. Бірінші сұрақ. Алматыда бизнес бастап, жолдарың болмаған рас па? Иә. Рас. Келесі сұрақ. Аяқ асты әнші болып кету мүмкін бе? Жоқ. Анаң тұрмысқа шығам десе қарсысың ба? Жоқ. Інің Неме? тауықты шынымен ұрасың ба? Постанова ма? Жоқ, ана ойнап ұрасың ғой, а так былай прямо ұрмаймын. Видеода былай шынайы ұрамын. А так былай ұрмаймын. Былай ұрмайсың. Кішкене төстік енді. Сонымен ұрасың ба, жоқ па? Жоқ. Ұрмайсың. Қызың сені лақтырып кеткен рас па? Рас. Рас. Қай қызын деп сұрамақ қойық. Миллион оқырман жинау үшін гифке қатысқасың ба? Жоқ. Қатыспағасың. Ойыңда өзіңе ұнамайтын жерлерің бар ма? Бар. Мысалы? Айту керек па не? Айтасы. Бойым. Бойың? Бойым өзіме. Ұзын болған қалаймын, сенікі сияқты. Жақсы бойың. Көшеде аяқ асты кезіктіріп қалған фанаттарыңды арнайлап ұйымдастырасың ба осылай жасап? Жоқ. 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 Сторисқа салатын кезде ма? Иә. Оларды қайдан табасың? Іздеп жүрмейсің ғой. Суды арақ деп ішіп қойған кезің болды ма? Жоқ. Қыз үшін төбелескенің рас па? Жоқ. Мүлде төбелеспегенсің қыз үшін? Вроде жоқ, төбелескен жоқ. Досым үшін, иә. Танымалдығыңды пайдаланып кеткен кезің болды ма? Иә, болады ғой, моменттар. Алаяқтарға алданып қалған кезің болды ма Инстаграмда? Иә. Мысалы, біреуін айтса. Рекламаларға. Алдап кетеді жарнамалар. Иә. Жоқ, имеется, мен жасайтын рекламаларға алдан қалғанмын. Жарнама жасайсың, сосын халықты алдайды. Иә. Сондай алдан қалғанмын. Кезде болып тұрады. Денеңді сымбатты ету үшін арнайы дәрілер іштің ба? Жоқ. Тренировка ғой. Зиянды әдеттерге бейімсің ба? Темекі, арақ. Қатты емес. Көргесің? Көрген. Дұрыс. Ахватты көтеру үшін кейде ойдан оқиға ұйымдастырасың ба? Иә. Көп қалышын сатып алдың ба? Иә. Тауықты мамаңнан қызғанасың ба? Жоқ. Жалғыз бауырым ғой. Достарың саунаға барып қыздар шақырып көрдің бе? Именно жоқ, ондай болған жоқ. Осымен сұрақтар аяқталды. Профессор мырза шын өтірігін қанша пайыз екен айтатын болады. Әзірге күтетін боламыз. Ал Олжасхан, өзің қалай сұрақтар? Нормально. Оңай ма, жеңіл ма, қатты ма? Жоқ, нормально. Оңай, жеңіл, қатты. Оны средний. Орташа. Болады. Ал құрметті көрермендер, қанша пайызға жауап берген қазір көретін боламыз. Профессор детектордың нәтижесі бойынша барлығы шындық. Керемет Олжасхан бауырым. Арнайлап шындық жауап бергенге керемет. Құрметті достар, қарапайым Олжас барлығына шын жауап беріпті. Сіздің ойыңызша қанша пайыз шын деп ойлайсыз? Просто оқырмандар ойын көрейік. Конечно, обязательно комментария жазыңдар. Бірақ сомнение ұстамайды ғой олар. Біледі ғой сені ораға. Әрине керемет. Рахмет профессор мырза. Онда біз мен ана минусқа өтірік па деп отырмын ғой бағанадан бері. Өзінің есебі бар. Онда келесі кезеңге өтеміз ба? Кеттік. Ал бізде келесі кезең. Үшінші кезеңде менің және қонақтың алдында ішінде 1 миллион теңге жасырылған 2 чемодан тұрады. Кезең басында қонақ екеуміз сулифа арқылы кім бастайтын шешетін боламыз. Жеңген адам чемоданды ашып көру немесе чемоданды таңдау құқығына ие болады. Екі нұсқаның бірін таңдап, ол өз чемоданын ашып көруді шешсе, келесі адам 2 чемоданның біреуін таңдайды. Егер ол қай чемоданда миллион теңге бар екенін таңдау арқылы тапса, ақшаны өзімен алып кетеді. Ал егер оның таңдаған чемоданы бос болып шықса, ақшасыз қалады. Бұл кезеңде сен ақша ұтып кету мүмкін. Шартын түсіндіріп өтейін қалай екен. Алдында 2 чемодан тұр. Біреуінде 1 миллион теңге жасырылған.
қазір сөйлеп жасаймыз. Ұтқан адам таңдайды. Егер мен ашсам, сен маған сұрақ қою арқылы осы екі чемоданның біреуін аласың. Немесе сен ашсаң, мен саған сұрақ қою арқылы қай чемоданда ақша бар екенін табуым керекпін. Тапқан адам 1 миллионды алады, таппаған адам құр қол қайтады. Хорошо. Дайынсың ғой. Ал құрметті достар, үшінші кезең біз бастаймыз. Бірақ рет 1, 2, 3 сөйлейфа. Ашасың или сұрақ қоясың? Аша салайын. Ашып көресің ғой өзің. Мен саған сұрақ қоямын. Олай болса, чемоданды ашып көр, қайттан жабасың. Мен саған сұрақ қою арқылы ақша қайда бар екенін табамын. Көзің мөлдіреп кетті. Кім бе? Сен маған сұрақ қойсың ба? Қой. Ішінде ақша бар ма? Бар. Сонда мен ана чемодан алсам, ақшаны аламын. Аласың. Өте қиын болып тұр маған таңдау. Сен алдап тұрған жоқсың мен. Алдамайым ғой мен сен. Неге алдайым? Алдамай дейсің. Тағы бір 2-3 сұрақ қойын, ойланайын. Қой. Мен қай чемоданды алайын енді ол жазған? Өзің біл, таңдай ғой. Мысалы, таңдап берші, мен қайсысын алатын, ұстама. Қайсысын алатын ем? Сен ба? Нан ал. Осыны алайын ба? Добрый көзі ше. Уж көзіне білуге болады. Шын айтып тұрып өтіріп тұрған, бірақ білмеймін. Түрі бұзылып тұр бір жағынан. Қорқып тұрған сияқты көресің. Давай кетті ал, бір түрі бүйарым. Менің ойланып тұрым, қай чемоданды алсам болады, алмаймын. Онда көретін боламыз. Тағы бір сұрақ. Мен алдамайсың ба? Жоқ. Чемодан сенде, ақша сенде. Иә. Сенші маған кайфанешь. Негізі анда мені алдағысы кеп айтып тұрды, бірақ шын айтып тұрған сияқты болса шынды айтса ше. Жоқ ой, не ағып алдым сені? Шын айтып тұрды, бірақ андай түріңмен әдейі мені алдамсың деп тұрсың ба? Онда мен айтып тұрмын ғой. Мен ақиқатты айтам, білесің. Мен Алма кетті домалап істесей. Алма кетті домалап, кеше бойын аралап, ойыннан шығады, сол ойыннан шығады. Не айтып кеткенді көрдің бе? Не айтып кеттім мен? Таңдасай. Наған біткен сайын көзің дір еді. Ой! Таңда деп тұрсың. Таңда. Неге маған көмектесіп тұрсың? Мен ақшаны ұтқам қалып тұрсың ба? Бергенге қаламай тұрсың ба сен? Білмеймін, ала ғой. Бір сөйлеп астейік мен. Давай. Типа сен отсан, нан аласың. Отпасан, нан аласың. Типа қазір сізді айтам, 1, 2, 3. Сөйлейфа. Сен айтқан дұрыс сияқты. Сен отқылып тұрсың. Онда былай істейік. Мен Мен өз чемоданды Таңдамайым. Таңдайым. Таңдай берейін ба? Таңдай бер. Өзің біл. Давай, соңғы давай. Формусты Нұрдәулет. Мен саған сенгіп те сен алдап тұрған жоқсың, көзің айтып тұр, бірақ қорқып тұрмын да алдап кетсеңге дағы. Енді алдап кетсең, бірақ сен 100% шындық айттың, алдамайсың. Бірақ бір жағынан бергім де келмей тұр ақшаны, біліп тұрмын ұту үшін. Бірақ алдап кетсең, өзі мен көңілім қалады сен олжас қой. Сен чемоданды алам. Я никогда людей не обманываю, брат. 1-2 үшін ашамыз давай. Давай. Жоқ, бұлай ажа қаратып бірге ашайық. Давай кел. Егер дұрыс тапсам сен ұтылдың. 1, аш. 2, 3. Ұтылдың. Рахмет, сен дұрыс айтыпсың. Мәссаған, базар жоқ. 1 миллион теңге біздің шоуда қалды. Құрметті достар, ол жасқа алдамаған екен. Ешкімге алдамапсың. Неге алдамадың? Или сондай не болды ма? Тактика болды ма? Жоқ, алдамайым. Енді ашып просто қазір мен анада білдіріп қойып жүрмін. Сұрақ қойсам білдіріп қой. Алдай алмаймын да. Енді менің кішкентай ғана шоуға көп ақша кетіп жатыр. Енді әр қонаққа мен 1 миллион теңге беретін болсам, онда мен қаласың ғой. Инста қалам. Сондықтан да рахмет саған көп-көп. Қашық. Көп-көп рахмет. Ал құрметті достар, біз 1 миллионды өзіміз табамыз, е? Ал сіз 1 миллионды өзіңіз табамыз, конечно, әрине. Жеңіл ақша жеңіл кетеді, қайтеміз. Әрине. Құтты болсын. Енді шоуға қатысқаныңа, бірақ 1 миллион теңге ұтамадың. Оқырмандарға бір ауыз тілек. Оқырмандар, сіздерге тілерім
зор денсаулық, Нұрдәулет қолдандар. Бұл шоу өте қызықты, бізге ұнады. Ұнаса комментария жазып, қай момент қызық болды, TikTokқа салыңдар. В общем, көретін боламыз. Құрметті көрермендер, оқырмандар, қолдайтын жандар. Олжасханның шындығына 100% рахмет. Мына жерде де шындық айтып, ақша ұтылып қалды. Көп-көп рахмет. Келесі бағдарламада кімді көргілеріңіз келеді? Комментарияға жазып кетіңдер. Каналға тіркелуді тағы да айтайын, ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Олжасхан және Қарапайым Қазақ. Бұл NNN шоу. Келесі кездескенше, рахмет!